И жаным ашин. Қазақ тілден қатты қиналып жүрсең, мына сұрақты түсініп ал да, қоржыныңа бір плюс балл қосып ал. Қараңыздар, бірыңғай тәуелденген зат есімдерге қосымшасы өзгеріп жалғанатын септіктер қатарын көрсетіңіздер дейді. Енді кейбір тәуелденген зат есімдерге септік жалғауы жалғанған кезде ол жақтағы жалғау бізде өзгеріске ұшырайды. Енді осыны біз жеке-жеке талдау арқылы тауып көрейік. Ілік септігі бізде ешқандай бір өзгеріске ұшырамайды. Неге? Өйткені қарапайым мысалмен алатын болсақ, Нұрисламыңыздың дейтін болсақ, тың ешқандай бұл менің жағдайымда өзгеріске ұшырап тұрған жоқ. Демек бұл бізде болмайды. Атау септігі өзі нөлдік формада жасалатындықтан және түбір тұлғалы болғандықтан бұл бізде сәйкес келмейді байланысқа. Барыс септігін қарайық. Барыс септіктің негізгі жалғауы бізде қаке болады. Бірақ бұған кітап деген сөзді алатын болсақ, кітап деген сөзге тәуелдік жалғауды жалғау арқылы, оның қасына барыс септіктің жалғауын жалғау арқылы кітабына болады. Енді осы жердегі бізде қаке жалғауы тәуелдік жалғау қатысқандықтан на неге өзгеріп кетіп тұр. Демек, бұл бізде қандай да бір өзгеріске ұшырап тұр. Барыс септігі дұрыс. Бірақ бізде бірыңғай барлығы бірыңғай өзгеру керек. Демек, бұл вариантта сәйкес келмейді. Бұны қарайық, ілік септігі бұл бағана айттым, сәйкес келмейді. Жат септігі бізде сәйкес келеді. Өйткені оның жалғауы на, не, да, те, ғой. Енді бұған бізде мысалға кітабында деп алатын болсақ, да, де деген жалғаудың қасына н деген әріп қосылып жалғанып тұр. Демек, өзгеріске ұшырап тұр. Бұл бізде сәйкес келеді. Шығыс септігі бізде бірыңғай сәйкес келмейді, өйткені оның жалғауы ешқандай бір өзгеріске ұшырамайды. Сонда бізде ең дұрыс вариант бұл д варианты болады екен. Барыс, табыс, жатыс болады. Неге? Қараңыздар, барыс бағана айттым, болады, өзгеріске ұшырайды. Жатыс бізде өзгеріске ұшырайды бірыңғай. Табыс та бізде бірыңғай өзгеріске ұшырайды. Кітабын деп айтамыз. Негізгі жалғауы д болса да, оған тәуелдік жалғауы қатысу арқылы біздің д деген жалғауымыз н деген жалғауға өзгеріп кетіп тұр. Ал енді соңғы д вариантты қарайтын болсақ, табыс бізде болады, жатыс бізде болады, бірақ шығыс бізде болмайды. Сонда дұрыс варианты бізде с варианты болады. ұбт-ға дайындалуға сіздерге барынша сәттілік тілеймін. Парақшаға тіркеліп кетсе, родной, күтемін сені.